Қайырлы күн. Бүгін біз үй сатып аларда қандай құжаттарға аса көңіл бөлген дұрыс, сол жайлы айтатын боламыз. Біріншіден, сатып алатын үйдің аресті бар ма, жоқ па, соны тексеру керек. Оны білу үшін сіз сатушыдан жылжымайтын мүлікке ауыртпалық анықтамасын алдырдыңыз. Анықтама уақытына қарауды ұмытпаңыз. Заң бойынша бұл анықтама бір тәулікке ғана жарамды. Екіншіден, үйдің техпаспорттың дұрыстығын тексеріңіз. Сатып алатын үйді ерінбей, қолыңыздағы құжатпен бір аралап өтіңіз. Мысалы, үйге қосалқы бөлмелер немесе балкон қосылған болып, ол құжатта ол бөлмелер көрсетілмеген болса, онда үйдің егесіне құжатты дұрыстап беруін сұраңыз. Техпаспортты халыққа қызмет көрсету орталығында 5 жұмыс күнінде дайындайды. Үйдің кадастрлық нөмірі, жылжымайтын мүліктің мекен-жайы, шаршы метрі, қабаттылығы, бөлмелілігі 3 құжатта да бірдей болу керек, яғни анықтама, техпаспорт, сатып алу, сату шарты бойынша. Егер бірдей болмаса, онда халыққа қызмет көрсету орталығына барып түзету керек. Үшіншіден, егер сіз үйді сатып алар кезде үйдің орналасқан көшесінің атауы өзгерген болса, бұл жағдайда мекен-жайдың өзгергені туралы анықтама сұрату жеткілікті. Видео пайдалы болған болса, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Басқа да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.